Қайным ауруханада жатып емделіп жақсы болып кетті. Кейін арада біраз уақыт өткен соң енем ауырып ауруханаға түсті деп абысыным хабарласты. Құлағынан қан кетіп, көзін жұмып алып, әрдемені бір саңдырақтап жатыр деген соң күйеуім екеуміз уайымдап бардық. Дәрігерлер диагнозын білмей жатырмыз деп қарамады. Сөйтіп мен тағы сол баяғы сіңіліммен хабарласып, енемді қайын сіңіліммен бірге Астанаға жібердік. Ол жақта барып түсетін туыстары жоқ. Сіңілім күтіп алып өз үйіне апарды. Сөйтіп ауруханаға жатқызып, МРТ жасатып, ең жақсы құлақ мұрын емдейтін дәрігерлерге қаратып ем қабылдады. Сол кезде мен артынан тамақ жасап жағдайын білейін деп барғанымда мені құшақтап жылап кешірім сұрады. Сөйтіп емделіп, тәуір болып қайтты. Сол жағдайдан кейін қайын сіңілім 4-ші рет тұрмысқа шығып еді. Ол да ауырып 2 рет түсік тастап, бала көтере алмай жүренді. Мен оқытылып, молда дуаны қайтарғаннан кейін қайын жұртымда осындай жағдайлар болды. Осыдан кейін енем маған дұрыс қарап, түзеліп қалды. Қазір айкош деп жалпаңдап жүреді. Ал баламның жағдайы сол бір қалыпты еді. Молда тек мені ғана оқып емдеді. Балама қатысты 10 жасқа дейін емделіп, күтіммен жүрсе жазылып кетеді. Ал 10 жастан кейін дертіне шипа болмаса, өмір бойы осылай мүгедек болып қалуы мүмкін деді. Осы балам жазылып кетсе екен деп күндіз-түні Алладан тілеймін. Балам қазір 9 жаста, өте ақылды, сабақты жақсы оқиды. Сыныбында түрлі сайыстарға қатысып, сынып аралық қойылымдарда жүргізуші болып жүреді. Тек сол күтіммен ғана жүр. Уақытылы тамақ ішпей, уақытымен демалып тұрмаса, денесі көгеріп, тромбоциті түсіп, мұрнынан қан кетеді. Сол үшін оны үнемі қадағалап жүреміз. Кейде балама қарап, балапанымды осындай әуреге салып қойған енеме іштей қатты налимын. Кейін молданың ешкімге кек сақтама дегені есіме түсіп, өз-өзімді сабырға шақырамын. Амал жоқ, күйеуімнің анасы болған соң араласуыма тура келді. Дуа қайтқаннан кейін енді дұрысталып, тыныш өмір сүреміз бе дегенде күйеуім шықты. Дулат алдын айлығы аздау жерде жұмыс істейтін. Бертін келе іс-сапарға шығатын, айлығы 2 есе. Іс-сапарға бөлек 200 мыңнан асап төленетін бөлімшеге ауыссам қарсы болмайсың ба, іс-сапарларға жібересің бе деп менімен ақылдасты. Көбірек табыс тауып жатсаң әрине артық болмайды ғой. Баламыздың да еміне, дәрі-дәрмек, дәрумендеріне үнемі ақша керек, жақсы тамақтануы керек. Үкіметтің тиын тебен, жәрдемақысы бәрібір жетіспейді ғой деп мен күйеуіме сеніп келістім. Сөйтіп бастығына сыйлығын беріп, аузын майлап сол бөлімшеге ауысты. Содан Қазақстанның басқа қалаларына іс-сапарларға шығып жүрді. Ары кетсе 1-7-дей барып келетін. Мен оған сенетінмін. Ол кеткенде телефон арқылы хабарласып тұратынбыз. Осылай жүргенде күйеуімнің мінез-құлқы күрт өзгере бастады. Іс-сапарға кеткенде телефонын жиі сөндіріп қоятын болды. Тіпті кейде мені бұғаттап қояды. Келген соң неше түрлі сылтау айтады. Қарап отырып маған тиіседі. Сен мен кеткенде маған хабарласпайсың, іздемейсің. Осынан біреуді тауып алып қыдырып жүрсің бе? Деп неше түрліні айтып сандырақтайтын болды. Мен күйеуімнің себепсіз маған тиісіп, менің адалдығыма күмәнданғанына абдырап, ыза болып ұрсып қала беретін болдық. Сөйтсем сол іс-сапарға баратын жерлерінде бөлімшеде жұмыс істейтіндердің дені әйелдер екен. Ол жақ орыстарға жақын, орысша тәрбие. Әйелдері осынан барған еркектермен бірге ішіп, темекі тартып, жатып тұрып жүре беретін көрінеді. Арасында бойдағыда ажырасқаны да бар екен. Мұны мен күйеуімнің жанындағы бір жолдасынан естіп қалдым. Сөйтіп күйеуімнің телефонын тексеретін болдым. Сөйтсем шынымен бір әйелмен көп сөйлеседі екен. Іс-сапарда болғанда сонымен неше түрлі хабарламалар жазысып кездесіп жүріпті. Тіпті менен ажырасып, соған үйленемін деп барып анасымен танысып қайтыпты. Мұның барлығын білгеннен кейін қаным басыма шауып кетті. Күйеуімді де мына әйел дуалап қойған ба деп бір жағы қорқып та кеттім. Содан күйеуім екеуміздің арамызда үлкен дау болды. Менің әке-шешем келді, енем келді. Сөйтіп мен күйеуіме ажырасатын болсаң, есік әне. Киім-кешегіңді ал да, сол көңілдесіңе кете бер. Үй менің атымда, бала-шағаңа қалады. Бізді ұмытты барып өз өміріңді сүре бер, дедім. Содан оған енем де ұрсып біраз сөйледі. Менің әке-шешем де сөйлесіп, ақылға шақырып жатыр. Балаларды ойлаңдар деді. Ұлымыз науқас, оларға әке керек. Мен де ашумен ұрысқаныммен іштей оны жібергім келмейтін. Жақсы көріп үйленген күйеуім, оны осылай оп-оңай басқа елге жібере саламын ба? Балаларым ше, әкесіз жетім өседі ме? Жүрегім сыздап жаным ауырды.
Енді ғана дұрыс өмір сүреміз бе дегенімде күйеуімнің мына ісі жаныма қатты батты. Сонымен күйеуім тәубесіне келіп, өлердегі сөзін айтып, кешірім сұрады. Ешқайда кетпеймін, жаздым, жаңылдым, ішіп жүріп істегендерім деген соң кештім. Бірақ жүрек түкпірінде оған деген сенімім жоғалды. Қазіргі таңда бірге бұрынғыдай тұрып жатырмыз. Күйеуім іс-сапарға кеткенде жиі хабарласып тұрады. Бірақ бәрібір оған бұрынғыдай сенім жоқ. Ол келгенше көңілім алабұртып, жаным тынышталмай жүремін. Алла осы ер азаматымның жүрегіне иман, сана берсе екен деп тілеймін. Бастысы, балаларымыз аман болсыншы. Қорытынды кейіпкерден. Мен осы дуамен 8 жыл бойы арпалысып келіппін. Бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Осы дуаны қайтарып, дертіме шипа іздеп қаншама уақытымды, қаражатымды жұмсадым. Жүйкем сыр беріп жынданып кетуге шақ қалдым. Ақыры ата-анам мен бауырларым қолдап, біраз қиыншылықтарды еңсеріп, дертіме шипа таптым. Баламды да біраз жерге көрсеттім. Дәрігерлер енді хронический деп диагноз қойып отыр. Сонда да балам сауығып кетер деп үмітімді үзбей отырмын. Алла сырқатты өзі берсе, шипасын да өзі береді екен. Дегендей, қазіргі таңда осы кішкентай балам дертінен құлан таза айығып кетсе екен деп Алладан тілеп отырмын. Қазір балам бір қалыпты, тек арнайы күтіммен ғана жүреді. Балама идиопатическая тромбоцитопеничная пурпура деген хронический диагноз қойылған. Қан ұйып, тромба пайда болғанда баламның мұрны қанап, денесі көгеріп кетеді. Сол үшін жанымда шүберекке түйіп жүргендеймін. Осы әңгімені жазылу барысында менің балапаныма алаңдап, ізгі тілектеріңізді білдіріп жатқандарыңызға көп рахмет. Көп тілегі көл дегендей, иншалла балам оңалып кетер деп үміттенемін. Бізді осындай күйге түсіріп қойған енемен алимын. Бірақ амал қанша, кейін ол кісі науқастанып қалған кезінде жылап отырып кешірім сұрады. Дегенмен маған дуа жасағанын мойындамады. Бұл жайлы ашып әңгімелеспедік. Енемнің маған деген қарым-қатынасы өзгергенімен кейбір қылықтары сол күйі қалып қойды. Мен ол жаққа көп бара бермеймін. Бара қалсам өзімді нашар сезініп, басым ауыра бастайды. Енем өзі келіп тұрады. Сонда да мүсәпірленіп, тек бір көмегіміз керек жағдайда ғана іздейді бізді. Енді амал жоқ. Күйеуімнің анасы болған соң сыйлаймын, араласамын. Көп жағдайларға көз жұма қараймын. Бауырлары да сол баяғыдай жүріп жатыр. Ағаларын қажет кезде күні түссе ғана іздейді. Күйеуім Дулат менің ата-анамды өте жақсы көреді. Бауырларыммен де қарым-қатынасы жақсы. Жақсы араласып, жиі хабарласып тұрады. Өйткені біз жастайымыздан өте бауырмал болып өстік. Қазіргі таңда да біреуіміз қиналып қалсақ, қол ұшын созуға дайын тұрамыз. Өз отбасымызда осындай тәлім-тәрбие көріп өскен соң, күйеуімнің отбасындағы бір-біріне деген қарым-қатынасы мен үшін біртүрлі, түсініксіз ерсі еді. Өз өмірімді жаздырудағы мақсатым адамдар бір-біріне зұлымдық жасамаса екен деймін. Мұның зардабы бейкүнә сәбилерге де тиіп кетуі мүмкін екенін білсе екен. Дуам қайтқан кезде өте жаман болады. Тіпті адамды өлтіріп жіберуі де мүмкін. Мүгедек, кемтар қылып қоюы да ықтимал. Дуа жасаған адамның өзіне қайтпаса да, балаларына кесір тиюі бек мүмкін. Сондықтан да адамдар біреуге жамандық жасағанша, өзіңізге жақсылық ойласаңыздар екен деймін. Ал күйеуімнің кейінгі кезде тура жолдан тайып, көзіме шөп салғаны, оның саналы түрде істеп жүргені. Мұнда ешқандай дуа жоқ. Қандай жағдай болмасын, ол менің ұнатып, сүйіп қосылған қосағым. Балаларымның әкесі. Бір рет қателесті екен деп, онымен ажырасып кетпеймін ғой. Оған сеніп, тағы бір мүмкіндік бердім. Дулат әйтеуір басқа біреулердің күйеуіне ұқсап, ішіп алып жұмыс істемей, маған қол жұмсап отырмайды. Мұнысына шүкіршілік айтамын. Сол үшін оны кешіп, өз отбасымды сақтап қалуға тырысамын. Балаларым әкесіз өспесін деймін. Мені қолдап, жақсы тілектеріңізді білдіріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Аман болыңыздар.